Жаттығуды бастағанға дайынбыз ба? Кәнекей, бұл шығеттерімізді жылтып алайық. Қолдарымызды жылтайық, саусақтарымызды жылтайық, даусымызды жылтайық. Ал, жылынып алдық. Енді бастап болады. Сөздерді жаттадым. Оқығанда таныдым. Бірақ сөйлейін десем, сол сөздер тілімнің ұшынан шықпай қалады, миымда болмай қалады. Қайда кетті сол сөздер? Деген жағдай болмасын десеңіздер, жаттаған сөздерімізді қолданысқа ұшыратуды үйренейік. Сол үшін біз бүгін жаттығамыз бірге. Алдымен әлдеқашан жатталған 5 сөзімізді алдымызға қойып қояйық. 5 сөзді қойып қоямыз, одан кейін біз бірінші сөзді аламыз. Осы бірінші сөзімізбен біз сөйлем құрастырамыз. 1 минут бойы өз-өзімізбен сөйлесеміз. Болымды сөйлемдер, болымсыз, сұралу сөйлемдер құрастырып өз-өзімізбен сөзді қолдана сөйлесеміз. Одан кейін 1 минут өткен соң осы сөзбен сөйлемдер құрастырып жазамыз. Әңгіме болып кетсін ба, диалог ба, бәрібір. Әйтеуір осы сөзді қолдана сөйлемдер құрастырамыз. Одан кейін біз бірінші сөзмен жаттығып бітеміз де, келесі екінші сөзімізге көше бастаймыз. Осының бәрін қазір біз бірге жасаймыз. Жақсы ба? Ал, кеттік. Let's go. Мұнда таймер бар. Қазір таймерді қосып қоямыз. Бірінші сөз. Okay, let's go. Let's start.
Right, great. Енді біз сөйлем құрастырамыз. 1 минут бойы кеттік. Керемет. Енді біз 3-ші сөзімізге көшеміз. Ал кеттік. Үш сөзді біттік. Енді 4-ші сөзіміз.
Жаңа ғана біз 5 сөзбен жаттықтық. Жай ғана оны жаттап миымыздың ар жағына қалдыра салмай, біз сол сөзді қолдандық, сөйлем құрастырдық. Сөйлемді құрастырып біз жаздық, әңгіме жаздық, диалог жаздық, өзімізбен сөйлестік. Осының арқасында енді осы сөйлемдер тек қана миымыздың ар жағында қалып қоймай, сөйлеген кезде тіліміздің ұшынан оңай шыға береді-ау деген үміттеміз. Енді болашақта тағы да сөздерді осы бейнемен жаттықтырып тұрсаңыздар болады. Тағы басқа 5 сөздермен осылай. Егер де осы бейне ұнаса, бейнеге лайк басыңыздар, басқалары көрсін десеңіздер, басқаларына бөлісіп жіберіңіздер. Және де жазылған кезде notification, бағдарлап тұратын мына қоңырауды басып қойыңыздар. Сол кезде жаңа бейне келген кезде сіздерге дереу хабарландырылады. Жаңа бейне шыққан кезде сіздерге дереу хабарлайды. Келесі жаттығуда көріскенше.